Қайырлы күн достар, мынау үзімнің көшеті жаңадан будандастырып жасаған. Бұны бұрынғы дәстүрлі үзімдер сияқты рашетке жасап лапаш жасаудың керегі жоқ. Тек қана тал сияқты өседі, өнімі өте жоғары. Және бұның жеміс беру уақыты сол жылы жеміс беруі де мүмкін, егер сіз жақсы бағып баптайтын болсаңыз. Болмаса келесі жылы сізге жоғары өнім беретін болады. Я, құрметті достар, алам десеңіздер, мұнда комментарияға TikTok деп жазсаңыздар болды. Біз сіздерге өзіміз хабарласамыз. Міне, құрметті достар, осы сияқты қызықты видеоларды күнделікті көріп отырғыңыз келсе, менің парақшамды жоғалтып алмай, тезірек алдымен тіркеліп алыңыз. Және де осы сияқты қызықты видеоларды өзіңіз Қытайдың TikTok-ынан тартып алып, өзіңіздің парақшаңызды жүргіземін, парақшаға оқырман жинаймын, Қытай TikTok-ын үйренемін, тіркелгім келеді, осындай видеоларды көргім келеді, болмаса осындай тауарлар сатып алғым келеді тікелей десеңіз, онда пікір аймағына тағы да TikTok деп жазсаңыз болды. Біз сіздерге осының барлығын үйретіп, сіздерге Қытай TikTok-ын тіркеп беретін боламыз. Сау болыңыздар, аман болыңыздар. Пікір аймағына пікір жазыңыздар, лайк басыңыздар, достарыңызбен бөлісе кетуді ұмытпаңыздар.